Ал балам, енді мен қазір жұмысқа кетуім керекпін, сондықтан сен үйде жалғыз қалатын боласың. Қазір саған енді үйдегі заттардың бәрін көрсетіп кетейін. Бала, мына қонақ бөлмеде сен телевизор көрсең болады, көрме? Мына жерде көптеген дивандар бар. Осы дивандары отырып демалып отырсаң болады. Мен үйде жоқ кезде сен осы жерде демалып отырсаң болады. Әке, бірақ мен үйде жалғыз отырып жалып кетемін ғой. Сізбен бірге жұмысыңызға барса болмай ма? Үйде мында бір өзім отырамын ғой, жалып кетемін ғой. Балам, енді мен жұмысқа бармасам болмайды, себебі жұмысқа бармасам ақша таппаймын ғой. Сондықтан мен қазір жұмысқа баруым керекпін. Сен үйде жалғыз отыруың керексің. Енді басқа енді қалай отыратын. Жүр бала, мен саған қазір асханадан көрсетемін. Мына көрдің бе? Мына холодильниктің ішінде көптеген тағамдар бар. Осы тағамдардың ішінде жеп отырсаң болады. Мені күтесің ғой, осы тамақтарды жеп. Егер қарның ашатын болса, осы холодильниктің ішінден көріп тамақты ішсең болады. Ал балам, енді мен кете беремін жұмысқа. Сен өзің үйде жалғыз отыратын боласың. Сондықтан үйде қарап отыр, жақсы ма? Ондай болса мен кете берейін, бірақ сен есікті кілттеп ал, жақсы ма? Басқа біреулер кіріп кетсе ашпа. Тек мен есікті қақсам ғана аш, ұқтың ба? Ондай болса мен жұмысқа бара берейін. Сен үйде отыр, басқа жаққа шықпа. Міне мен баламды да үйіме қалдырып кеттім. Енді қазір жұмысыма бара берейін, а то бастық қазір маған ұрсуы мүмкін. Жұмысқа не үшін кешіп келдің деп. Қазір өз машинама отырып алайын да жұмысыма бара берейін. Балама ештеңе болмайтын шығар, себебі есікті кілттеп кет. Басқа бір адамдар келетін болса, есікті ашпа керек балам. Мен ғана келсем балам ашу керек. Сондықтан мен қазір асықпай жұмыстан бара берейін. Болмаса бастық мені жұмыстан қуып жіберуі мүмкін. Сондықтан қазір тезірек шынымен де жұмысқа бармасам. Қазір базар жоқ, міне мына жолдан өтіп кетпесем, мына жер адамдар көп екен, шынымен де бәрі жұмысқа кетіп бара жатыр екен ғой. Мен де қазір жұмыстан барайын, болмаса балам мені күтіп қалар. Қазір жұмыстан көп уақыт тұрып қалсам, сондықтан тезірек жұмыстан бара берейін. Базар жоқ, жұмысқа тезірек баруым керек. Әйтпесе бастық мені жұмыстан қуып жіберуі мүмкін. Сондықтан қазір мына жұмысқа бармасам, базар жоқ, міне жұмысыма да келіп қалдым. Қазір бастық күтіп қалғанша тезірек бармасам, түсейін мына жерден. Так, міне жұмысыма келдім. Қазір бастығыма келіп амандаспасам. Ассалаумағалейкум бастық, мен жұмысқа кешіп келдім. Сәл ғана бір сағатқа, бірақ енді ештеңе етпейтін шығар бастық, Сен не жұмысқа кешіп келдің? Мен саған айттым ғой, таңғы 8-де жұмыста бол деп. Уже жұмыс жасап жатыр. Сен не мында тұрсың? Бар жұмыс істе, болмаса айлығынан қысқартпаймын. Жарайды, рахмет бастық. Мен кішкене балама қарап қалдым, сондықтан мен жұмысыма кешіп келдім бір сағат. Енді қазір жұмыс істей берейін, осы кешікпеген үшін, жарайды ма? Бол, тезірек жұмыс істе. Мына жігіттердің бәрі жұмыс жасап жатыр, сен ғана мында отырсың. Жарайды, мен қазір мына коробкалардың бәрін тасып тастаймын. Базар жоқ. Бұл жолы бастық мені кешірген сияқты. Себебі мені жұмыстан шығарған жоқ, сондықтан мен қазір шынымен де коробканың бәрін тасып тастаймын. Әйтпесе мына бастық шынымен де ашуланып мені жұмыстан шығарып жіберуі мүмкін. Базар жоқ, мына коробкалардың бәрін тасу керек дейді ме? Қазір мынаның бәрін тасып тастайтын боламын. Балам не істеп жатыр екен? Мен қазір жұмысты жасап жатырмын. Балам үйде бір өзі отыр. Есікті кілттеп кеткен едім. Енді ешкім кірмейтін сияқты. Егер біреу кіретін болса, баламды бір алып кетуі мүмкін. Сондықтан мен жұмысты тез бітіріп үйіме қайта берейін. Так, міне коробканың бәрін тасып тастадым. Енді жұмысымды бітірдім десе болды. Себебі коробканың бәрін тасып тастадым машинаға. Енді машина кетіп қалды. Осы екі коробка қалды. Мына екі жігіттер осын тасып айтқан. Мен болды, жұмысты бітірдім. Енді үйге қайта берсем болады. Бастық, енді қайта берсем бола ма? Мен жер коробканың бәрін тасып тастадым. Көрдіңіздер, мен ешқандай демалмай осы коробканың бәрін тез тасып тастадым. Себебі жұмыстың бәрін тез бітіру керек болды ғой. Молодец, сен жұмыстың бәрін тез жасап тастадың. Мына жігіттерге қарағанда екі есе тез жасадың. Сондықтан бұл жолы енді сен айлығында түсірмейтін боламын. Бірақ ендігі жолы кешігу жұма, ұқтың ба? Болды, енді қайта берсең болады. Базар жоқ, мына бәрін тасып тастадың. Енді маған көп ақша түсетін болады. Жарайды, не болса бастық, мен кете берейін. Ана сау болыңыздар. Екі коробканы өзден тасып тастайсыңдар ғой, мен кеттім. Базар жоқ, айлықты түсіріп тастамайын деймін. Ондай болса ендігі жолы шынымен де кешікпей керек қой. Болмаса мені бастық ендігі жолы қуып жіберуі мүмкін точно. Болды, енді қайта берсем болады. Балам не істеп отыр екен? Балама тезірек баруы мүмкін. Болмаса үйге бір кіріп кетуі мүмкін. Ол балам білмейді, ол мына басқа бандиттер кіріп қалуы мүмкін. Сондықтан үйге тезірек баруым керек. Болмаса бандиттер алып кетуі мүмкін. Сондықтан қазір мен жылдан батайым, скоростьны көбейтемін. Базар жоқ. Жігіттер, мына Джоннидің үйі емес пе? Джоннидің үйі, бастық, мына шынымен де Джоннидің үйі екен. Қазір үйіне кіріп бәрін бітін шығатсақ. Дұрыс айтасың, Джонни маған ақша беріп өзінше кетіп қалған қара. Осы үшін қазір жауап беретін болады. Қазір көлігін көрейін, көлігі бар ма екен осында? Так, көлігі жоқ қой мында. Мына қайтып қалған Джонни, үйінде жоқ қой деймін Джонни. Не істейміз енді? Енді бір нәрсе болмайды, ана Джонни біздің ақшамызды алып кетіп қалған қара, машинасы жоқ. Енді үйін бәрін бітін шығатсақ, қазір үйінде біреу бар ма екен көрейік, мүмкін үйінде тығылып жатқан шығар. Давай көрейік бұны жауап. Басеке, давай көрейік, үйінде кім бар екен, тағы да үйінде біреу болса алып кетейік оны. Сен басын істеткен шынымен де ол үйінде біреу болса алып кетейік, сөйтіп келесі жолы қашып кете алмайтын болады, себебі үйіндегі адамдарды біз алып кететін боламыз. Қазір көрейік үйінде кім бар екен. Мүмкін Джоннидің өзі бар шығар. Қазір базар жоқ, көреміз үйінде кім бар екен. Қазір есігін ашып көрейін. Есік ашылмайды ғой. Базар жоқтың есігін жауып тастаған ғой. Үйінде біреу бар ма екен, шынымен түсінбей жатырмын. Қазір есігін қағып көрейін. Ешкім айтпаса есігін сындырып алып кететін боламыз үйіндегі адамдардың бәрін. Сөйтіп ендігі Джонни
Джонни бізге ақшаны уақытында қайтарып беретін болады, болмаса осындай нәтижеге тап болады. Джонни, үйден шық, сен үйде екенін білем, болмаса қазір сен үйін бәрін бытын шығарып тастаймын. Давай, Джонни, саған 5 секунд беремін. Егер 5 секундтың үйіне шықпайтын болсаң, мен сені үйіңнен бәрін бытын шығарып тастаймын да өртеп тастайтын боламын. Давай, шық тезірек. Так, жігіттер, олар шықпай жатыр ғой. Үйінде біреу бар ғой деймін, точно біреудің қимылдағанын естідім. Үйінде Джонни немесе біреу бар екен. Қазір есігін бұзып тастайық. Давай, жігіттер, бұзыптандар есігін, қазір болмаса үйін бәрін бытын шығарып тастаймын мен. Жарайды, басеке, қазір үйін бәрін бытын шығарып тастаймын. Осындай автоматпен қазір есігін сындырып тастайтын боламыз. Қазір қарап отырыңыз, басеке, есігіне есік қалмайтын болады. Мә, саған, міне басеке, есігін бәрін ашып тастадым, мені кіре берсеңіз болады, спокойно, есіктің бәрін сындырып тастадым, басеке, кіре беріңіз, енді үйінде біреу бар екенін жа көріп қойдым, енді кіре беріңіз. Так, молодец, есіктің бәрін сындырып тастадым, енді кіре берейік, үйінде кім бар екен, қазір көрейін кім бар екен. Үйінде біреу есікті ашпай тұр екен. Мына бөлмеде телевизор бар екен. Так, мына жерде ешкім жоқ екен. Так, мына жерде көрейік. Мына бала кім? Бала, сен кімсің? Есікті ашпадың жа. Сіз кім боласыз? Сіз есікті не үшін сындырып кіріңіз, түсінбедім. Мында мен ғана отырмын. Сіздер кімсіздер? Не үшін есікті сындырып үйге кіріп жатсыңдар? Сен кімсің? Мен саған сұрақ қойыптым, болмаса атып тастаймын. Давай, айт, сен кім екенсің? Джоннидің баласысың ба? Иә, менің әкемнің аты Джонни. Сіз кім боласыз? Джоннидің досысыз ба? Досы болсаңыз, не үшін есікті сындырдыңыз? Енді сен Джоннидің баласы болсаң, ондай болса қазір сені алып кететін боламыз. Давай, жігіттер, Джоннидің баласын алып кетіңдер. Енді базар жоқ, енді жауап беретін болады. Осы Джонни бізге ақша бермей кетіп қалған қара, өзінше күртөйіп кеткен ғой деймін. Енді баласы үшін бізге келетін болады. Сол кезде біз Джонниді атып тастаймыз да, баласын атып тастаймыз, сөйтіп үйін бәрін атып аламыз да, ақшасын бәрін өзіме алып аламын, сөйтіп мен қайтадан өз ақшамды қайтарып алатын боламын. Давайте жігіттеріне баланы алып кетіңдер. Қазір Джонни жұмыстан келуі мүмкін, сондықтан баланы алып кетіңдер да біздің үй жаққа барсаңдар. Жарайды, басеке, қазір баланы көтеріп алып кетеміз. Так, міне басеке, мен баланы ұстап алдым, енді ешқайда қашамайды. Молодец, давай, баланы ұстап алдым, енді жүр, машинаға кеттік, машина алып кет, давай, машина мініп тезірек кетіп қалайық, Джонни келместен бұрын. Қазір Джонни келсек болмаса атысып қаламыз, сондықтан тезірек кетіп қалайық, Джонни өзі келеді, сөйтіп бізді көретін болады. Давайте жігіттер, отырыңдар тезірек көлікке, қазір Джонни келіп қалуы мүмкін. Так, жігіттер, отырыңдар ма, енді кетіп қалайық тезірек, Джонни келместен бұрын. Қазір мына жақтан кетіп қалайық та өзіміздің үй жағыма барайық, болмаса қазір Джонни келіп бізбен атысуы мүмкін. Қазір Джоннидің баласын алып кеттік, енді Джонни ешқайда қаша алмайтын болады. Баласы бізді егер басқа жақ қашатын болса, біз баласын атып тастаймыз, сондықтан ол бізге ақша беруге тура келеді. Қазір мына жақтан кетіп қалайық та өзіміздің үйімізге бара берейік. Так, мына жаққа кеттік, болды, енді Джонни ешқайда қашамайтын болады, базар жоқ. Так, міне мен жұмыстан қайтып бара жатырмын. Қазір шынымен үйге бармасам, ата балам күтіп қалған шығар мені. Ема, базар жоқ. Жұмыстан көп уақыт болып қалдым. Қазір мына үйден тоқтап қалайын, өз үйімнен базар жоқ. Машинам осына қалдырып кетемін. Ема, мен соғылып кеттім ғой. Міне мен үйіме де келіп жеттім. Енді қазір балама бірақ қайтпасам, қазір үйіме барып көрмесем, үйімде балам не істеп жатыр екен? Ема, базар жоқ. Үйде бір өзі отырған шығар, сағынып қалған шығар. Қазір шынымен үйге барып, шынымен онымен ойнамасам, болмаса қарны ашқан шығар, тамақ жасап берейін. Қазір шынымен үйге кірейін, не болып жатқан екен өзі. Так, міне үйге кірдім. Мына балам қайда екен? Мүмкін мына комнатада ма екен? Жоқ, мына комнатада емес. Қазір мына жақта тұрып қойдым. Так, баламның жері. Баламның комнатасы бұзылып жатыр екен, ештеңе жиналмаған, сонда ол қайда кетіп қалған екен? Так, мына жақты көрейін. Мына жерде ештеңе жоқ сияқты. Қазір мына жақты көрейін. Ема, балам қайда кетіп қалған, түсінбей жатырмын мен. Так, мына жақты көрейін. Ема, холодильникті ешкім ашпаған ба? Қайда кетіп қалған? Ема, балам қайда кетіп қалған? Түсінбедім. Ема, базар жоқ, баламды бір алып кеткен бе? Ема, базар жоқ, баламды кім алып кеткен екен? Ема, қазір далаға шығып көрейін. Мүмкін далада жүрген шығар. Қазір көріп қойдым, даланың қай жерінде екен. Так, мына жақты көріп қойдым. Далада ешкім жоқ сияқты шынымен. Ема, базар жоқ, мына жақта да ешкім жоқ сияқты. Балам қайда қалған екен, түсінбей жатырмын. Ема, мына жер мусорный пакет жатыр ма? Мына тағы да бір машина келген ғой менің үйіме алдыма. Ема, базар жоқ, шынымен менің есігім алдына бір машина кетіп мен баламды алып кеткен ғой. Енді не істеймін? Ема, базар жоқ, менің баламды біреу алып кеткен, кім алып кеткенді білмеймін ғой, базар жоқ. Енді не істеймін? Қазір полицияға барып қайтсам екен, әлде өзіміз істесем екен, соны түсінбей жатырмын. Ема, енді не істесе болады? Джонни. Мені кім шақырды? Сен ба мені шақырған? Мен ғой сен шақырған, мен сенің көршіңмін. Ендігем сенің балаңды бағана бір бандиттер келді де алып кетті. Ема, базар жоқ, бандиттер келіп менің баламды алып кетті дейсің ба? Олар кімдер? Не бандиттер? Олар не үшін алып кетті менің баламды үйімнен? Кім екенін білмеймін, бірақ олар сенің есіңді тоқылдатты да, машинаңды қарады, жоқ екенін білді де, үйіңде біреу бар екенін көріп қойды да, сөйтіп балаңды алып кетті. Олар өзі 3 бандит болған, біреу кішкене ақ костюм киіп алған, оны білмейтін, бірақ мафиозиға ұқсайды ғой деймін. Сенен мафиозиларға ақша алып бердің, олар ақша туралы көп әңгіме айтты да, сенің балаңды алып кетті. Ема, базар жоқ, олар сонда бандиттер менің
менің баламды алып кетті дейсің ба? Ема, олар кімдер екен? Шынымен де базар жоқ, сонда ақша дейді. Мен кімнен ақша алып едім? Ема, базар жоқ, мен бандиттерден ақша алған жоқ едім ғой. Бірақ мен шынымен де бір бандиттен ақша алған сияқтымын ғой деймін. Шынымен де бір бандиттен ақша алып едім, сол кегін алу үшін менің баламды ұрлап кеткен ба? Ема, базар жоқ. Қазір осы үшін жауап беретін болатын бандиттер ше менің баламды алып кеткен ғой. Ема, оның қандай ақысы бар менің баламды алып кетуге? Қазір мен баламды іздеймін, қайда кетіп қалған? Ема, не істесе болады екен? Баламды алып кеткен алар, енді қайдан іздесем болады екен? Олардың үйлерін бәрін іздеу мүмкін. Мен басқа бандиттерді ұстап, мүмкін олар мені тауып беретін шығар, басқа бандиттер осы бандитті. Қазір шынымен де басқа бандиттер іздеп көрейін. Мүмкін ол бандиттер білетін шығар менің баламды ұрлап кеткен бандиттердің аттары кім екенін, олар не үшін ұрлап кеткенін. Қазір соларды тауып алайын. Так, Ема, мен мына жерде бір дауыс естіп жатырмын ғой деймін. Ема, мына жерде біреу айғайлап көмек сұрап жатыр ғой деймін. Қазір көріп қайтайын не істеп жатқанын мына жерде. Мына жақта шынымен де біреу шақырып жатқан сияқты көмекке. Көмектесіңдер, кім бар мұнда? Ема, базар жоқ, мына жерде шынымен де біреу бар сияқты. Келіп қайтайын, не істеп жатыр екен мына жерде? Кім көмек шақырып жатыр екен? Қазір мына жерін көріп алайын, базар жоқ. Так, Ема, достар, мыналар не істеп отыр? Мына бандиттер ма? Ема, мыналар қолында қару жарағы бар екен. Қазір көрейін, не істеп жатыр екен? Көмектесіңдер, кім бар? Мені мұнда бандиттер қарумен ұстап жатыр. Көмектесіңдер, кім бар мұнда? Жабы осыны кәстен ат тастаймыз, бізге ақшаның бәрін бер. Сен не ақшаны бермедің ба? Мен саған айтадым ғой, бір айдан кейін ақша бермейтін болсаң сені ат тастаймын деп. Сенің ақшаң қайда? Мені атпаңдар, полицияға айтып берем, болмаса ақшаларына кейін қайтарып берем. Мені атпаңдар қазір. Бастық, мынау вообще ұқпайды екен ғой, ақшаны кеше бер деп айтады ғой, мынау вообще ақша бермей жатыр ғой. Шынымен де ақша бермей жатыр. Давай ат тастайық мынаны. Мыналар сонда бір тәтені ат тастайын деп жатыр ма бандиттер? Ема, налар емес па? Менің баламды ұрлап кеткен ақша сайтында налар ғой шынымен де. Қазір наларын бәрін ат тастамасам, Ема, базар жоқ. Қазір оружиемді алайын. Міне мен калашымды алдым. Қазір калашпен ат тастамасам мына бандиттер, Ема, базар жоқ. Қазір наларын бәрі жауап беретін болатын. Бастығын тірі қалдырайын, сөйтіп бәрін ат тастайтын боламын. Қазір бастығын тірі қалдырайын. Болды, атпа, мен берлем, болды, мен достарым бәрін ат тастайын. Мен атпа, мен оружиемді тастайын. Болды, бәрі айтқанын бәрін істеймін. Атпа, болды, атпа, қой, болды. Сен бандиттің міне жаңа тәтеден ақша сұрап жатсың. Сен оружием қоқтайын деп педің. Ендігі сен ат тастайсың ба? Менің баламды алып кеткен. Мен бандиттім, бірақ мен ешқандай баланы алған жоқпын. Сен қуасың ба? Мен ешкімнен ақша алған жоқпын. Мына тәте өзі менен ақша алды. Енді осы үшін жауап беру керек қой. Қайдаған атпа, менің баламды сен алып кеткен. Жарайды, берлем. Сенің балаңды басқа мафиялар алып кетті. Олар сені ақша бермеді деп алып кетті. Болды, атпашы мен берлем, болды, атпа. Жарайды, болса бұл жолы сенем. Егер сен қате айтқан болсаң, сені атпастаймын. Давай көрсет жолды. Егер тағы да бір фокустар көрсететін болсаң, осы оружие емес басыңды атпастайтын боламын. Ұқтың ба? Сондықтан көрсет жолды мафияға. Егер балам ана жақта жоқ болса, сені атпастаймын. Ұқтың ба? Жарайды, атпа, тек қана атпа, мен жолды көрсетемін. Мен ол мафияларды танимын, сөйтіп мен жібересің ғой, жақсы ма? Оны білмеймін, бірақ егер балам бар болса ғана жіберемін. Егер жоқ болса, сені атпастаймын. Ұқтың ба? Жарайды, ондай болса мен саған жолды көрсетейін. Давай жүр, менің машинам отыр. Қазір сен маған көрсететін боласың жолды. Ұқтың ба? Давай кел, машинам бол. Ешқайда қашып кетпе. Қашып кететін болсаң атпастаймын. Ұқтың ба? Мына жақта ма точно? Осы жерде көргенмен соңғы рет осы жерде тұратын. Егер өтірік алдайтын болсаң, сені атпастаймын. Ұқтың ба? Сондықтан дұрыс айттың, болмаса атпастаймын. Мына машинаны көрдіңіз бе? Қара машина, осы бандиттер машинасы. Мына машина мен шынымен танитын сияқтымын ғой деймін. Мына машина шынымен ана мен ақша берген бандиттің машинасы екен. Жүр, түс болды. Қазір маған көмектесесің менің баламды алуға. Базар жоқ, менің баламды мына бандиттер алып кеткен. Мына көлігі таныс сияқты ше, мен көлікті білемін ғой. Мына бандиттер менің баламды алып кеткен болсын да. Қазір мына жақта ғой деймін. Қазір мына жерде тығылып қалайық. Базар жоқ, мына бандиттер шынымен де менің баламды алып кеткен бандиттер ме? Мына менің балам ба? Қару жарақ баламды қорқытып жатыр ғой. Олар шынымен де қазір таяжды осы үшін жауап беретін болады. Қазір мына бандиттер шынымен де мықты екен. Қазір ат тастамасам, мына бер жағында бандитті ат тастаймын, сөйтіп мына қасында ғана екінші бандитті ат тастамасам, бастығында қару жарақ жоқ сияқты ғой. Қазір сондықтан ат тастаймын мынаны. Мә саған керек болса, базар жоқ, болды сөйлей берсем. Қолын көтер, бандит, сен ба менің баламды алып кеткен? Сен мен баламды құтқара көмектестің, сондықтан мен сені жіберемін. Бірақ ендігі рет қару жарақпен біреуді қорқытатын болсаң, ат тастаймын. Ұқтың ба? Сондықтан кет, жоғал бар. Жарайды, рахмет. Мен ондай болса кете беремін. Болды, ешқашан енді қару жарақ ұстамайтын болам. Ал балам, саған бандиттер тиіскен жоқ па? Мен сені құтқарып қалдым ғой. Бандиттер қару жарақпен сен қорқытып жатыр ма екен? Әке, налар шынымен де мені қару жарақпен қорқытты. Егер бір қимылдасам, мені ат тастаймын деді. Әке, сіз болмаса налар шынымен де мені ат тастаушы еді. Бірақ мен түсінбей жатқан, ол бандиттер не үшін мені алып кетті, түсінбей жатырмын. Ол бандиттер үйден мені таппай сені алып кеткен ғой. Мен оларға қарыз болып едім, бірақ ол қарызды бүгін өтейін деп едім, бірақ олар не үшін менің баламды кеткен? Мен де соны түсінбей жатырмын. Бірақ налар шынымен де жаман екен бандиттер. Болды балам, енді ешкімнен қорықпа. Енді қазір үйге кетейік тезірек, болмаса тағы да бандиттер келіп қалуы мүмкін. Мына бандиттер атқаннан кейін дауысты естіп, сондықтан тезірек үйге барайық та. Енді үйде барып алаңсыз уақыт өткізейік, тезірек барайық, болмаса бандиттер келіп қалуы мүмкін. Міне балам, үйге
келіп қалдық. Қазір осы жерден тоқтайық. Ема база жоқ. Бүгін ема қару-жарақпен атысып бандиттермен шаршап кеттік қой. Ема шынымен де қазір қарным ашып кетті. Тамақ ішпесем, балам сен тамақ ішесің бе? Иә, әке, мен де тамақ ішемін. Тезірек кетіп қалайық үйге. Иә, дұрыс айтасың. Жүр үйге тезірек барайық. Шынымен де ема менің қарным ашып кетті. Қазір кофе бір нәрсе ішпесем. Жүр балам. Ал достар, міне видео соңына да келіп жетті. Егер видео ұнаған болса, лайк және подписка кнопкасын басуды ұмытпаңдар. Ал ондай болса, сау болыңдар.